Жаңалықтарым жалғастырамыз. Түркістан облысында 164 мың зейнеткер тұрады. Оның 93-і Ұлы Отан соғысының ардагер болса, 10 мыңнан астамы тыл еңбеккерлері. Мемлекет тарапынан қарияларға кепілдендірілген көмек көрсетіліп тұрады. Жыл сайын 1256 ардагер өз қалауы бойынша басылымдарға тегін жазылады. Бұған қарап біздің елімізде аға буынға деген құрметтің зор екенін аңғаруға болады. Түркістандық 94 жастағы Абдулла Рысметовті Түркістан облысы әкімінің бірінші орынбасары Қайрат Нүкенов мерекесімен құттықтап үйіне барды. Біздің қоғамда ел ағалары мен ақсақалдардың орны ерекше екенін айтып, сый сияпат жасады. Қария соғыс ардагері 1944 жылы ауыр жарақаттанып елге оралады. Дертіне қарамай Алматыға оқуға аттанады. Жас күннен әдебиетке құмаржан қазақтың Абай атындағы педагогикалық университетіне оқуға түседі. Ол ұлтымыздың ұлы тұлғалары Мұхтар Әуезов, Бейсенбай Кенжебаев, Ісмет Кеңесбаев сынды оқытушы ғалымдардың дәрісін алады. Қара шаңырақтан қанаттанып шыққан Абдулла Рысметов туған жері Түркістанға келіп, осында табан аудармай 45 жыл ұстаздық етеді. Шәкірт тәрбиелеу ісінде де дара көрінген қария бүгінде өзінен тараған ұл қыздарының ортасында немере шөбере сүйіп, бақытты ғұмыр кешуде. Түркістанға келіп, педагог болып қызмет істеп, пәші оқудан кейін менің педагогтық қызметім 45 жыл бір мектепте болып, 95 жылы, 1995 жылы пенсияға шықтым. Қарттар күні кеп, бізді құттықтап отқандарыңызға үлкен рахметімізді айтамыз. Осы атамыздың жасын берсін барлығымызға, осы атамыздың жолын берсін. Келешекте Түркістанымыз жайнай берсін.